Алғашқы 50 комментарийға жауап беретін боламын. Сол үшін коммент жаз. Барлықтарыңа ассалам достар, сендермен бірге мен Мико және де Блогераша проекті. Основной аккаунтым, яғни Мико YouTube деген никтағы аккаунтым банға кетті навсегдаға. Сол үшін мен новыйдан аккаунт аштым. Новыйдағы аккаунтымның нигі Мико КРМП. Ал мен бүгінгі видеода семья ашатын боламын, оған квартира алдым және де автопарктар қостым. Сол себептен бүгінгі видеоға лайк басып кет. Сенің бір лайкың маған көптеген мотивация. Сол себептен лайк бас, ал мен видеоны көп сызбай бастаймын. Айтпақшы, менде қазір 2850 подписчик бар. 3000 подписчикке жеткізіп тастайық. Сол себептен каналға тіркеліңдер, ал мен видеоны көп сызбай бастаймын. Менімен бірге Блогераша проектін ойнағыларыңыз келсе, описаниеда Android және де iPhoneға жазылатын ссылкалар тұр. Ойынды жүктегеннен кейін Podolsk, яғни 87 серверге кіріп, чатқа /promo деп жазып, активирейт промокод, и сол жерге хэштегпен ағылшынша кішкентай әріппен Микос деп жазсаңдар, сендерге күшті бонус беретін болады. Міндетті түрде қолданып кетіңдер. Правительствоға келдім, қолымда 3 миллион бар. Қазір мен семьяның атын көк түсті қылып, үлкен әріппен Қазақстан деп ашатын боламын. Міне көк түсті кодта да жаздым, и және де Қазақстан деп арасын ашып та қойдым. Міне көріп тұрғандарыңыздай чатта Қазақстан деп үлкен әріппен көк түсті қылып фама ашылды. Если что, фамаға кірем десеңдер, описаниеда WhatsApp группа бар. WhatsApp группаға кіріп, и фамаға кіргізіңдер десеңдер, мен сендерді кіргізетін боламын. Если что, сервер Podolsk. Содан кейін Ербол Алаш деген бала маған 200 000 рубль трейдтен жіберді, және де ол жетпей жатқан соң маған тағы да 1 миллион қосып берді. Осылайша менің балигім 1 миллион 200 000 рубль болды. Содан кейін мен улучшение складты көбейтем деп шештім. 3-ші уровеньге шейін көтердім. Содан кейін менің балигім 972 000 рубль болып қалды. Тағы да көмек ретінде Нұр Стиллекс деген бір бала 125 000 рубль салды. Елден ерекше болам деп 6-шы этаждан мен квартира сатып алайын деп жатырмын. 500 000 рубль тұрады екен, 436-шы квартира екен. Если что, крем десеңдер, ФП 436 десеңдер, дәл квартирамның алдына келесіңдер. Содан кейін квартираны семьяға қосып қойдым. Түнгі 12:30-да Ербол маған дәл осы W124 машинасын беріп жатыр. Қазір көреміз, осыда бір спорт прошивка бар деді, және де Nitro Onyx и және де тюнингталған. Міне көріп тұрғандарыңыздай Ербол маған бұл W124-ті подарит етті. Жаңағыдай W124, бірақ бұл стоковый түрі деді. Бәрібір керек дедім. Қазір бұны госқа ұшырып, и сосын ақшасына бір тағы да нормальный машина алсам, өте керемет болады. Қазір все обмен жасады. Енді руканы қабылдаса, міне көріп тұрғандарыңыздай қолын алуды да ұмытпадым. Спорт прошивкадағы W124-ті мен қазір осы жерге парковать етіп, и кардып соңындағы добавить авто семьяны басып, оны бірінші ранға қойып қоятын боламын. Ал стоковый түрін қазір чатқа sell car деп жазамыз. Бұның госы 220 000 деді, дұрыс. Все, менің қазір қолымда 220 000 рубль бар. Мен уже ивентті орындап, барлық заданиясын орындаған үшін 25-ші уровеньде маған стандартный кейс берді. Қазір оны ашамыз. Стандартный кейсті аштым, и ішінен ақ, жасыл, и маған бір онша емес машина түсті. Бәрі бұны қазір госқа сілтеттерім. Бұл машинаның госа 900 000, ал сілтетуі 575 000 екен. 575 000-ға сілтеттердім. Енді Grand Peak'ке ақша жинап жатыр едім. ЕПБ машина алам деп, міне Ерболдың өзі де подарит етейін деп жатыр. Көп рахмет айтамын. Осы видеоны көріп отырсаң, Ербол Grand Peak'ті дәл осы екі машинаның ортасына қоям деп шештім. Приораны мен өзім сатып алдым. Ол видеоға түспей қалыпты. И мен қазір айтып жатырмын. Семьяға синдикат керек, сол себептен біз Батырова контейнерға келдік. Қазір осы Grand Peak'ті 50 ящикке толтырсақ, бізге 100 монета береді. 100 монетаға біз синдикат сатып аламыз. Одан кейін адамдар келіп, бізді өлтіріп тастады. Содан кейін мен тағы да келіп қаншама адамдарды өлтірдім, и соңына мені бір адам оң жақтан атып кетті. Одан кейін біз ангел екеуміз келдік, и машинаны 50 ящикке толтырып, и қазір біз Горелге қарай баратын боламыз. Горелге де келдік, и оң жаққа барып, кудок тастаймыз, и көріп тұрғандарыңыздай 50 реп и 5 000 рубль алдық. Содан кейін чатқа /fm деп жазсам 0 монета деп тұр, и сосын синдикат алмай қалдық. Бакпа бір бәле болып қалды. Осымен бірінші серия аяқталды. Бірінші серия ұнаса лайк басып кетіңдер. Сендердің бір лайктар маған көптеген мотивация. Келесі серия 100 лайктан кейін шығатын болады. Және де 3000 подписчикке жеткізіп тастайық.